Сәлем баршаңызға достар. Менің оқырмандарым арнаға тіркеліп лайк басып пікір қалдырып кетіңіздер. Күнде таңертең аш қарынға бір стақан жылы су ішуді әдетке айналдырсаңыз, ағзада жағымды өзгерістер орын алады. Түнде ағза демалып қана қоймай, токсиндерден тазарады. Ал аш қарынға су ішу бұл процеске көмектесе түседі. Оған қоса, жүйелі түрде су ішу бұлшықеттер жасушалар мен жаңа эритроциттердің өңделуіне ықпал етеді. Көңіл күй жақсарады. Аш қарынға ішілген судың токсиндерді шығару мен ағзаны іске қосу қабілеті адамның эмоциялық жағдайына да жағымды әсер етеді. Су жүйке жүйесіне жанама әсер ете отырып, ашушаңдықты басады және ұйқыны ашады. Жүрек жұмысына көмектеседі. Жүрек қан тамырлар жүйесі ауруларының ең кең тараған түрлеріне инфаркт пен инсульт жатады. Олар әдетте қандағы сұйықтық мөлшері аз болғандықтан қан ұйықтарының түзілуінен пайда болады. Жүйелі түрде аш қарынға су ішу қан тамырлар жүйесіне жағымды әсер етеді және инсульт қаупін төмендетеді. Асқазан ішек жолы ауруларын алдын алады. Қыжыл немесе асқазан ішек жолының басқа да жағымсыздықтары көбіне асқазандағы жоғары қышқылдылықтың себебінен пайда болады. Егер аш қарынға уақытылы су ішсеңіз, ол қышқылды сұйылтады және жағымсыз сезімдерден арылтады. Сондай-ақ асқазан таңғы асқа дайындалады. Су адам миына қалай әсер етеді? Зат алмасу жылдамдайды. Арықтағысы келетіндер немесе асқазан жұмысын реттегісі келетіндер үшін зат алмасу процесін бақылау маңызды. Егер ол жеткілікті түрде жылдам болмаса, судың көмегіне жүгінуге болады. Аш қарынға ішілген су зат алмасу жылдамдығын 30-ға арттырады. Тері жағдайы жақсарады. Сыртқы келбетіңіз жақсы көрінгенін қаласаңыз, алдымен ішкі жағдайға мән беру керек. Бұл жерде ағзаның су тепе-теңдігін ұстап тұру маңызды рөл атқарады. Әйтпесе, тері құрғақтанып, ерте әжімдер пайда бола бастайды. Күнде таңертең аш қарынға бір стақан су ішу арқылы тері жағдайын жақсартуға болады. Шаш саулығын сақтайды. Ағзаға су жетіспесе, ол шаштың сыртқы жағдайына, оның өсуі мен қалыңдығына негатив әсер етеді. Сондықтан шашыңыз мықты болу үшін жеткілікті түрде су ішу керек. Бүйрек ауруларын алдын алады. Бүйректердің сау болуы ағзадағы су тепе-теңдігінің қалыпты болуымен тікелей байланысты. Аш қарынға және күні бойы уақытылы су ішіп тұру зәр мөлшерін арттырады. Соның себебінен бүйректерде болуы мүмкін минералдар сұйылады. Осылайша тастар түзілуінің немесе қабынулар пайда болуының алдын алуға болады. Иммунитет нығаяды. Көптеген аурулардың пайда болуы тікелей иммунитет жағдайымен байланысты. Аш қарынға ішілген су лимфалық жүйелер теңгеріміне жағымды әсер етеді. Ол өз кезегінде ағзаны қатайтып, түрлі аурулардың қоздырғыштарына төзімді болуына көмектеседі. Адам ағзасының 65% судан тұрады. Ғалымдар аш қарынға ішілген қос стақан судың өзі ағзамызға оң әсерін тигізе алатынын айтады. Алайда зерттеулерге сәйкес, жалпы адам денсаулығын жақсарту әсерінен басқа судың ағзаға тигізетін емдік қасиеттері де бар. Аш қарынға ішілген су бас ауруы, дененің ауруы, тахикардия, эпилепсия, қандағы холестерин деңгейінің көтерілуі, бронхит, демікпе, туберкулез, менингит, бүйрек пен несеп шығару жолдарының аурулары, геморрой, диабет, іш қату, көз ауруларын емдеуге көмектеседі. Ас қорытуды ынталандыру. Жылы су ас қорытуды ынталандырып, тамақтың жеңіл сіңуіне көмектеседі және асқазан ішек жолының жалпы қызметін жақсартады. Ағзаның тазаруы. Таңертең жылы су ішу ағзадан уыттардың шығуына ықпал етеді. Зат алмасуды қалыпта ұстау. Жылы су зат алмасуды іске қосуға және ас қорытуды жақсартуға көмектеседі. Бұл дұрыс салмақты ұстап тұру үшін маңызды. Күйзелісті азайту. Жылы судың босаңсытушы әсері күйзеліс деңгейін түсіруге көмектеседі. Таңертең жылы суды қалай ішу керек? Жылы судың ағзаға барынша пайдасы тию үшін оны таңғы асқа дейін 30-40 минут бұрын ішу ұсынылады. Әр адамның ағзасы әртүрлі, сондықтан олардың таңғы жылы суға деген реакциясы әртүрлі болуы мүмкін. Егер қандай да бір созылмалы ауруыңыз бар болса, әркез жаңа тәжірибені байқап көрмес бұрын дәрігермен кеңесіп алған жөн. Таңертең аш қарынға ыстық су ішу несімен пайдалы бұл құпияны кезінде біздің апа-әжелеріміз де қолданған.
Қарапайым қара суды таңертең аш қарынға ішу ағзаға айтарлықтай пайдалы екен. Егер сіз асқазанды және ішекті зиянды заттардан тазартып, жүдететін диеталарсыз ақ арықтап, артериялық қысымды реттегіңіз және теріні безеу мен майлы жылтырдан арылтқыңыз келсе, аш қарынға ыстық су ішіңіз және оның пайдасы айқын көріне бастайды. Гастроэнтерологтар судың осындай емді қасиетін жақсы түсіндіреді. Олар ішек қабырғасына бір түннің ішінде ас қорытудың қалдықтар мен улы заттардың шырыштың жиналып қалатынын анықтады. Ал таңертең аш қарынға жылы немесе суық су ішу бұның бәрін шайып шығады. Нәтижесінде асқазан ішек жолдары төмендетіліп өз жұмысын бастайды және тазарады. Егер сіз күн сайын таңертең өзіңізді осындай қарапайымға рәсімге үйретсеңіз, ол қан қысымына оң әсерін тигізетін ағзаның сілтілі балансын қалыпқа келтіреді. Мұнда ең пайдалысы қайнамаған ыстық су. Себебі қайнау кезінде судың пайдалы қасиеті жоғалады, ал ағза мұндай өнімді толығымен сіңіре алмайды. Алайда ірі қалалардағы құбыр суының сапасы жақсы емес, кейде оны қайнатпай ішу денсаулыққа қауіпті. Мұндай жағдайда заманауи сүзгілерді немесе дүкендерде сатылатын ауыз суды қолдануға болады. Ыстық суды таңертең аш қарынға қалай ішу керек? Ағзаны тазарту және арықтау үшін күн сайын ыстық су ішуге кеңес беріледі, бірақ қайнаған су емес. Ұсынылатын температура шамамен 40 градус. Сондай-ақ суды асықпай аздап ұрттап ішкен дұрыс. Мұны ұйқыдан тұрғаннан кейін аш қарынға жасау керек. Міне керемет ақпаратты тыңдап шықсаңыз, тіркеліп лайк басып пікір қалдырып кетіңіздер.